Баклажанның қазақшасы баялы екен, кеше біліп отырмын. Айтайын дегенім, осы баялыдан ғана емес, кәдіден де, яғни кабачкидан осындай сочный, дәмді түйшінсік жасап көрсеңіздер болады. Олай болса, екі кәдіні жуып тазалап, керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Содан кейін жіңішкелеп, ұзынынан кесіп аламыз. Табаға пергамент қағазын төсеп, жабыспау үшін май жағамыз. Бір жұмыртқаны жарып, тұз сеуіп араластырып, бір тарелкаға арнайы нан ұнтағын сеуіп, кәдінің бір жағын жұмыртқаға матырып, содан кейін нан ұнтағына матырып аламыз. Еш нәрсе жағылмаған таза жағын табаға қаратып тізіп шығамыз. Дайын болған кәдіні қызып тұрған пешке 180 градусқа 15 минутқа қоямыз. Ол піскенше соусын жасап аламыз. Майонезге 2 сарымсақтың тішесі, дәміне қарай тұз, аскөк турап, барлығын жақсылап араластырамыз. 15 минут өткен соң кәдімізді алып суытып аламыз. Соусын жағып, ортасына мен салат жапырағы мен қызанақты саламын, және қалауыңызша болгар бұрышын салсаңыз да болады. Құрметті көрермен, осындай қазақ тілі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыз. Дастарханға сән берсін деп, әсемдік үшін бальзам соусын жағамын. Осындай әдемі болып дастарханның сәнін ашып тұратын тәбет ашарлық салатымыз дайын болды. Осы видеоны поделиться кнопкасын басып, таратып жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше.